Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Алма бағында тұрмыз. Алма бағында арамшөптермен қалай күресу керек және қолданылған өнімдердің нәтижесін көрсеткім келіп отыр. Міне қатар арасын көріп тұрсыздар, қандай арамшөптің қаулап өсіп тұрғанын. Мың түрлі саны бар арамшөптің. Біреулері гүлдеп, міне ұрпақ қалдырып жатыр. Енді қарайтын болсақ, міне алманың түбіне, қатарына арнайы гербицид қолданылды. Бұл жерде қарасаңыз, міне қандай нәтижеге қол жеткізілді. Арамшөптер өскенде бойлар 15-20 см тұрған кезде сол бойы өсуі тоқтап, алмаға кедергі жасауын тоқтатты. Енді мына жерге келетін болсақ, мына жерге арнайы орын қалдырылды салыстыруға. Енді шегіне беретін болсақ, артқа міне нәтижесі мынандай. Бұл былай болу керек еді. Мына жағын көрсетейін. Былай қарасақ та болады. Міне бұл не қолданылды деген сұрақ туы мүмкін. Бұған глифосат, құрамында глифосаты бар препарат қолданылды, торнадо деген. Оны қолданудың артықшылығы бар және бір кемшілік тұсы бар. Соны айта кетейін. Қазір ағаштың қасына барып сөйлейік. Бұл құрамында глифосат бар. Ол торнадо болсын, ол раундап болсын, ол ураган форте болсын. Бұл жерге ураган форте қолданылды айтпақшы. Қолданудың бір артықшылығы, олар өсіп тұрған шөптердің, арамшөптердің, шөп болсын, арамшөп болсын, ол қарамайды қандай дақыл болса, ол өйткені жаппай өлтіретін дәрі. Егерде қасыңызда қызанақ, қияр болсын, жасыл не өседі, соның бәрін өлтіре береді ол. Бір жақсы жері ол жапырағынан сіңіп, жасыл жапырағының тамырына барып, тамырындағы биохимиялық процесстері тоқтатады. Сол тамырының өлуінің себебінен шөптің, кез келген шөптің, мәдени болсын, арамшөп болсын, бәрі жоғары жағы амал жоқ өліп қалады. Өлу, толық жойылу 2 аптаға созылады. 2 аптаға. Бірақ оның бір кемшілік тұсы бар. Егер де сіз мынау мысалы алма ағашқа дейік, ағаштардың түбіне шашып жатқан кезде ағаштың жапырағына тигізіп жіберетін болсаңыз, онда осының бойымен жаңағы глифосат сіңеді да тамырына барып, тамырын зақымдайды. Және де оның тағы бір кемшін тұсы, ағашқа тигізе берсеңіз сабағына, онда қабықты да жарақаттап жібереді кейде. Сол үшін оны арнайы бір өте ұқыпты қолданбасаңыз, оның зардабын көріп қалуыңыз мүмкін, пайдасымен бірге. Бұл бір артықшылығымен бір кемшін тұсы. Мына жерде бірақ арнайы шашу бүркейтін аспапқа қосылатын бір қосымша бір бөлігі бар. Ол тек қана жоғарыға көтерілмейтін, тек қана нақты шашатын бір қосылады. Оны арнайы бір көрсетерім, кейін сонымен шашып шыққан болатын мына жерге. Енді екінші бір не бар, онда айта салайын, ол да гербицид. Бірақ ол контактілі, яғни тиген жерін өлтіреді. Мысалы, кез келген жасыл шөпке шашсаңыз, арамшөпке, ол тиген жерін бәрін өлтіріп тастайды. Тамырын өлтірмейді тек қана. Тамыры тірі қалады, тек қана бетіндегі қолданылған кезде жапырақтағы құрамындағы аммиак көбейіп кетеді. Өйткені құрамында аммоний бар, өйткені оның. Аммоний қатты көбейгендіктен концентрациясы ол жапырақ күйіп қалады өзінен-өзі, яғни аммиак көбейіп кеткен сияқты. Сөйтіп жоғары ауады қатты бәрі өліп қалатын болады. Оның енді артықшылығы, мынау алма ағаштарға шашсаңыз, бейт мысалы дейік, жеміс ағаштарына шашып келе жатсаңызда жапырағына тиді дейік. Жапырағаны қурап қалады да, төмен қарап ол кетпейді тамырына. Артықшылығы сол. Ол үлкен бақтарда жақсы қолданылады. Оның кемшін тұсы дегеніміз не? Ол тек қана арамшөптің тек қана үстіңгі бөлігін, жер үстіңгі бөлігін ғана өлтіреді. Жер асты бөлігін өлтірмейді. Ол кейін тамырынан қайтып шыға беретін болады. Оны қолданған кезде бір жылда 2-3 рет қолданады негізі бақтарда. Қазір бақтарда көбінесе бірінші жұмысты бастайтын кезде осы глифосат, құрамында глифосаттар гербицидтермен бастайды. Одан кейін жапырақтар шығып өсіп бастаған кезде, мынандай сақтану мәселесі үшін, жапырағына тиген кезде тамырына кетіп қалмас үшін, ол кезде баста деген препаратпен жұмыс істейді. Оны баста қолдансаңыз болады. Оның аты баста, жаңа атын айтпаған болатын болсам, жаңа контактілінің тиген жерін бәрін күйдіріп тастайтын жері. Ол баста деген көп қолданады. Реглон супер деген бар, соны қолданады. Суховей деген бар, соны қолданады. Енді құрамында олардың дикват деген әсеретші заты бар, реглон супер мен суховейде. Ал жаңа бастаның құрамында ода глифосинат аммония деген әсерет жат бар, бөлектеу. Глифосинат аммония деген бастаның құрамы, ол жай жұмыс істейді.
Ал жаңа суховей мен реглон супер қолдансаңыздар өте тез арада күйдіріп тастайды жердің бетін негізін. Ал жаңа бастаға оған бір 10 күндей керек болатын болады. Міне қарапайым бір мысал, қандай оңай жолмен арамшөптермен күресуге болатынның нәтижесі. Ортасына да негізі ортасына да қолданған абзал, бірақ көп жұмыс талап еткендіктен, мен уақыт кішкене тығыз болғандықтан тек қана осындай ағаш негізі жаны шашып шыққан болатынбыз. Қандай әдемі нәтижесі.